Қайырлы күн. Бүгін біз бетке арналған мега күшті жаттығу жасаймыз. Бұл жаттығуды күнделікті жасасаңыздар болады. Ең алдымен мойыннан бастаймыз. Біздің мойнымызда лимфа жолдары бар. Қан айналымын жақсарту мақсатында әрқашан бетке массаж жасаған кезде ең бірінші мойыннан бастаған жөн. Сол кезде массаждың эффектісі жоғары болады. Олай болса кеттік. Қолымызға жақсылап крем жағып аламыз, немесе май пайдалансаңыздар болады. Осылай желкемізден бастап бұғанамыздың жанын, сондай-ақ кеудемізді осылай уқалап массаж жасаймыз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Егер сіз таңертең бетіңіз ісіп тұрған болса, ең бірінші мойныңызға жақсылап массаж жасаңыз. Сол кезде беттегі ісік тез арада кетіп қалады. Өйткені біз мойын арқылы беттегі қан айналымын жақсартамыз. Екінші бізде жаттығу мойнымыздың алдыңғы тұсына, сондай-ақ қос иек немесе екінші иекке арналған массаж. Мойнымызды осылай жоғары қарай тартып сипалаймыз. Үшінші жаттығуымыз біздің жаққа, беттегі артық майға, артық суларға арналады. Сондай-ақ беттің төмен түсу, еріннің салбырауына, беттің салбырауына арналады. Ол үшін құлақ тұсынан бастап иегімізге дейін тартып сипалаймыз.
Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Төртінші жаттығу, үшінші жаттығудың жалғасы. Бұл скулды шығаруға арналады, беттің қырын шығаруға арналады, сондай-ақ беттегі артық майды, артық суларды кетіруге арналады. Ол үшін бетімізді осылай жоғары қарай тартып, құлақ тұсынан жүргізіп, төмен қарай түсіреміз. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here. Екі жақты салыстырып қарасаңыздар болады. Мына жақ уже көтеріңкі, мына жаққа қарағаннан көрі. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Бесінші бізде жаттығу, ерін жанындағы бұлшық еттерді қатайтып, ерін жанындағы әжімдерді кетіріп, сондай-ақ еріннің бұрыштарын төмен түсуіне, еріннің салбырауын кетіруге арналады. Ол үшін ерініміздің жанын осылай тартып сипалап, ерініміздің үстінен осылай басамыз.
Алтыншы бізде жаттығу мұрын ерін қатпарларына арналады. Ол үшін мұрнымыздың екі жағында нүкте болады, сол нүктені басып, осылай самайға қарай тартып сипалаймыз. Жетінші бізде жаттығу көз айналасына арналады. Ол үшін мұрын тұсынан бастап қабағымызды және көзіміздің астын осылай құлақ тұсына қарай тартып сипалаймыз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Сегізінші бізде жаттығу бетіміздің ортаңғы бөлігіне арналады, яғни мұрын, бет сүйегі, сондай-ақ қабақ, көз, осының барлығы жайлап бұларды айналдырамыз. Тоғызыншы жаттығу бізде мұрынға арналады.
мұрындағы артық суларды, майларды кетіруге, сондай-ақ мұрынның қырын шығаруға арналады. Осылай мұрнымыздың жоғарғы тұсынан бастап төмен қарай осылай тартып сипалаймыз. Және 10-шы жаттығу маңдайға арналады. Қас арасындағы әжеттерді кетіруге арналады. Ол үшін қас арасын осылай крестик жасап, массаж жасаймыз. Маңдайымызға вибрация жасап, массаж жасаймыз. Осымен бетке арналған мега керемет жаттығуымыз аяқталды. Менімен бірге соңына дейін жасағандарыңызға рахмет. Сондай-ақ каналға тіркеліп, бөлісіп, пікір қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.